әсіресе осы біздің конституциямызда, ата заңымызда отбасы мәселесіне ерекше, отбасы құндылықтарына ерекше мән беріп отыр. Біз өзі қазақ халқы әуелден мынау батырлар жырында, жыраулар әдебиетінде, терме толғауларымызда отбасы құндылықтары айтылған. Сол біздің ата заңымыздың, қазіргі жазылып жатқан жаңа конституциямыздың тереңнен тамыр тартқандығына ана ретінде де, ақын ретінде де, осы елдің азаматы ретінде де шын жүректен қуаныштымыз. Біз әуелде мынау Қаратаудың әйгілі ақыны бар, Майлықожа айтады: әдепті өскен бозбала ырғалып өскен тал болар, әдепсіз өскен бозбала жүргенде жері шаң болар, су ағады саладан, асы сөз шығар данадан, әр нәрсенің түбесер ата менен анадан деп. Ең бірінші отанымызды сүйеміз десек, ол отанға деген біздің құндылығымыз, отанға деген іңкәрлігіміз, отан сүйгіштік қасиетіміз ол отбасынан басталады. Сондықтан да осындағы бала тәрбиесінің, кәмелетке толған ата баланың ата-ананың бағуды, қағуды міндеттеуі бізді қуантады. Ана ретінде де, осы елдің азаматы ретінде де өзімізді қолдайтын болсақ, ұлттық құндылықтарымызды қолдайтын болсақ, оның барлығы ең бірінші отбасынан, дастархан басынан басталады. Айналамызға деген құрметіміз, табиғатқа деген тазалығымыз осының барлығы отбасынан басталады. Сондықтан да мен осы елдің азаматы ретінде де, мәдениет саласының бір адам ретінде де осы конституцияны шын жүректен қолдаймыз. Бәріміз бір үйдің баласындай, бір қолдың саласындай референдумға барамыз, өз даусымызды білдіреміз деген ойдамыз.